12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде қазақша подкаст бағдарламасы және оның жүргізушісімен Ербол Шыма. Бүгінгі біздің телеподкастымызда өңірімізге белгілі көптеген жастарға үлгі мотивация болып жүрген Қазақ камералық қорының дирижері, жетекшісі Мирбол Құспанов. Саламатсыз ба? Подкастымызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді жалпы біздің подкаст бұл ерекше, өңірдегі жалпы көптеген жастарға, қоғамға үлгі болып жүрген кейіпкерлеріміз келіп жатыр. Енді солардың бірі деп сізді танимыз, білеміз. Енді сізге мынандай бір керемет сұрақ қойғым келіп отыр. Әңгімеміздің енді басын ашып алсақ, жалпы Мирбол Құспанов деген кім? Және бұл сұрақты лауазым немесе өзіңіздің белгілі бір тұрғысынан қарағанда атақтық жағынан емес, ішкі ұстанымыңыз, өмірлік көзқарасыңыз жағынан жауап берсеңіз. Мирбол ол біріншіден адам. Бұл түсінікті. Нәзік, жүрегі нәзік болып келеді Мирболдың. Көп жағдайда әділеттілікті жақсы көретін. Әкесі мен шешесінің беткесі ұстар жолдасының тірегі, балдарының әкесі. Ал былайғы өмірлік өзімнің бір көзқарасым, я болмаса адами тұрғыда мен қарапайым адаммын, қарапайым жұмысшымын, және де барлығына өте қарапайым қараймын бүкіл жағдайда. Ең жаман, сүйіп, жақсы көрмейтін жерім ол әділетсіздік көрсем, мен сөйлеп қалам. Сол себептен де мені көп басшылар ұната бермейді. Қазақта керемет сөз бар ғой, алар жағым кетсе де айтар жағым кетпесін деген. Менде сондай бір ұстаным, ол өмірлік позициям. Керек кезде де сөйлеймін, егер әділетсіздік көрсем, онда мен тағы да сөйлеймін, мен оған ашуланамын, мен оны бір түзетуге тырысам. Өйткені суық қаным сүймейді ондайды. Ал өмірде өте қарапайым, иілгенге иіліп, тіке тұрғанға тіке тұрып, жылы жүзбен амандасқанға жылы жүзді амандасып, құшақ жайған адамға құшағымды жаюға және құшағыма басуға, бауырыма басуға мен әр кезде дайынмын. Енді сізді көбісі, жалпы біздің өңірде, осы Қазақстанда деп айтсақ та болады, сізді дирижер ретінде таниды. Одан бөлек сіз сахна сыртындағы рөліңізге тоқтала кетсеңіз. Енді расыменде Мирболдың өзіндік бір жолы бар, өмірлік жолы бар, сахналық жолы бар. Қазақстанда қазір кішкене болса да бір атым бар, Мирбол деген. Әріптестерім Қазақстан бойынша мені таниды, біледі. Ақтөбе облысында да әйтеуір кішкене болса да бір сіңірген еңбегіміз бар. Мирбол сахнада қанаты кеңінен жайылған, сахнада өзін кейде жоғалтатын, сахнада кейде өзін жинақтайтын, сахнада іштегі тебіреністі сыртқа шығарып та салатын, я болмаса оны іште түйіп қалатын. Сахнада енді қалай айтып жеткізсем екен, сахнада мен өз-өзімді кейде танымаймын. Кейде көрсетеді ғой маған видеоларды, сіз деген осылай жасадыңыз ғой деп, мен сол кезде таң қалам. Қалай істедім? Қалай болды ол деп ше? Бірақ сахна ол қателікті кешірмейтін жер. Сахнада ол сенің сыртындағы төккен теріңнің нәтижесі ол сахнада шығады. Енді мына жерде тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Дирижер ол толықтай процесті басқарушы. Енді сіз осы өзіңіз басқарып отырған шығармашылық топтың басшысымын дейсіз бе? Әлде шығармашылық процесті бағыттаушы ретінде білесіз бе? Кімсіз сонда? Енді дирижер дегеніміз біріншіден
оқып жүргенде 8 жыл оқып жүрген кезде бізге ұстаздарымыз айтатын, дирижер ол басшы деп. Бірақ дирижер болып жұмыс жасап кетіп қалғаныма 16 жылға кетіп бара жатыр. 16 жылдың ішінде мен өзіме кейде сұрақ қоямын, мен басшымын ба, әлде мен музыкантпын ба, әлде мен дирижермын ба, әлде мен мотиватормын ба, мүмкін мен бағыттаушы, мүмкін мен мотиватор, мүмкін мен дирижер, мүмкін мен режиссер шығармын кейде. Мысалға, қалай айтсам екен, кейде біз өзімізге үлкен бір керек емес заттарды мойнымызға жүктеп аламыз да, соны өзіміз туымызды көтеріп алып жүреміз. Кейде айналып келгенде ол затты сен мойныңа алмау керек екенсің. Айналып келгенде сен тіпті ол затқа басыңды да ауыртпау керек екенсің. Мысалға келгенде сахнадағы рөлім Ерболдың бөлек. Біріншіден ұмытпаймыз, сахнада жүрген адамның барлығы ол актер, актриса. Ал өмірде ол кішкентай бір сәби. Өзінің жаңағы басындағы құбыжықтарымен, өзінің ішіндегі тебіренісімен. Сол себептен мен көбінесе басшы ретінде емес, өзімнің ұжымыма дос ретінде, кішілерге аға ретінде, үлкендерге іні ретінде, әрине кейде қолыңа ұжымды мына алақаныңа жұмып алып, кейде жинап аласың ұжымыңды. Өйткені шығармашылық ұжыммен жұмыс жасау ол кішкене қиындау. Енді мынандай ойыңызды бөліп жіберейін. Жалпы енді көріп отырған көрермендеріміз болса, телеподкастты, жалпы сіздің ұжым қалай аталады, соны айта кетіңізші. Біреу білсе, біреу білмес. Мысалы мен білем. Сіз өзіңіздің қазіргі басшылық етіп отырған ұжымды толық заңды атауы қалай? Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының қазақ камералық хоры. Оны негізінен сіздің қазір көрермендеріңіз біледі. Сіздердің әрбір концерттеріңізге зал лық толады, және заманға сай көптеген қойып жүрсіздер, хордың орындауында. Енді мынандай бір сұрақ туындап отыр. Жалпы ұжым сізді қалыптастырды ма? Әлде сіз осы уақытқа дейін осы ұжымды қалыптастырдыңыз ба? Бұл сұраққа негізі уақыт өте келе халық жауап береді деп ойлаймын. Бірақ қазіргі таңда мен өзімнің түйгенім 2011 жылы ұжымға әртіс ретінде келіп, жүктеме ретінде хормейстерлікті алған кезде ұжыммен бірге қалыптастым, ұжыммен бірге жүрдім, ұжыммен бірге көрдім. Ал 2015 жылы сені басшы қылдырып қойған кезде, ол кезде ойлау өзгереді, күрт өзгереді. Сен стратег болу керексің, сен басшылардың алдына барғанда да өзіңнің позицияңды қорғай білетін адам болу керексің. Сол себептен 11 жылдың ішінде мен және ұжым бір-бірімізді қалыптастырып келе жатқан тірі организмбіз. Тағы да қайталап айтамын, шығармашылық ұжымды басқару қиындықтың қиындығы. Ол бәріне әдемі болып көрінеді. Жұрт 1000 теңгеге билет алып, залға көрермен болып келіп отырып, өте үлкен бір бізге сенім артқасын, сен оның сенімінен шығасың. Бірақ қарасаң, құны 1000 теңге. 1000 теңге дегеніміз не қазіргі заманда? Ол ештеңе емес. Кейде сол концерттерге бар жан дүниесін салып, ұжымда тұрған 38 адам терлеп, самайынан тер ағып, дирижердің баурайынан тер ағып жасалған дүниелерді кейде бағаланбай кетеді. Кейбір көрермендер ойлайды, ол былай болу керек, ол былай болу керек. Ішкі асхананы ешкім зерттегісі келмейді. Зерттеуге де тұрарлық негізінде. Өйткені біз Инстаграмда, әлеуметтік желіде біздер барлығын әдемі қылып саламыз. Бірақ оның артында қандай күш тұр, қандай жұмыс тұр, оны тек қана мен білемін, оны тек қана сол шығармашылық ұжым біледі. Одан басқа ешкім білмейді. Туындаған қиындықтарды жеңеміз, болар қиындықтарды күліп қарсы аламыз, өнерімізді әндетіп жүре береміз ғой. Енді мен сізді
қателеспесем танығаныма 10 жылдан асып кетті. Алғаш рет хордың құдіретін сіз колледждегі студенттер ұжымына басшылық, яғни хор ұжымына басшылық еткен кезде мен алғаш естіп, сол кездегі жанды дауыста орындалған әнге ғашық болдым. Хордың орындауындағы. Сол секілді менен де бөлек сіздердің жұмыстарыңызға көріп, шабыт алып, соны әрбір концерттеріңізден қалмай тырысып жүрген жандар көп. Қазіргі қоғамда осы жанды дауыста орындап жүрген хор, енді көбіміз классикалық әндер орындайды деп ойлаймыз ғой, бірақ заманауи әндерді орындап, заманауи тұрғыда өзіндік харизмасымен шығарып жүрген ұжымдар бар. Сіздердің ұжымдағы қазір ерекше көрермен күтетін қандай номерлерді атап өтеміз? Негізі біздің таныстығымызға 13 жыл, 14 жылға кетіп бара жатыр. Жеке екеуміздің таныстығымыз. Жеке екеуміздің таныстығымызға, өйткені 2012-2013 оқу жылы сіз гуманитарлық колледжге келген кезіңіз. Ал енді жаңа сұрағыңызға тоқталсақ. Қалай айтсам екен? Біз ұжым болғасын, біздің өзіміздің мына келген көрерменге берер азығымыз болу керек. Егер берер азығымыз біздің арзан болса, онда біздің береріміз де, біздің бағамыз да ол көктейін деп айтамыз. Біз келген көрерменді біз бағдарлама құрған кезде, бағдарламаны мен құрамын, әрине басшы ретінде, жетекші ретінде, мотиватор ретінде, жаңағы маяк ретінде алдыға басатын. Сол кезде біз міндетті түрде 22 шығарма орындалатын болса, оның 7-8-і адамды ойландыратын, толғандыратын болу керек. Қалғаны ол жақсы көңіл күйге, позитивке арналу керек. Өйткені айналада негатив өте көп. Қазір негатив өте көп. Сол себептен және де сол 22 шығарманың ішіне біз міндетті түрде классикамызды енгіземіз. Өйткені классиканы тыңдамаса, көрермен оған да құлақты үйрету керек. Өйткені біздерде әлі мына көрерменмен тығыз байланыс кішкене дұрыс орнатылмаған, біздерде әлі күнге дейін мына абонементтік қызмет деген сияқты ондайлар жоқ. Бізге келген көрермен тек қана бір концертті көріп таңдай алады. Біз айға, жылға, алдыға жұмыс жасап жатқан жоқпыз қазіргі таңда. Бұл біздің үлкен бір минусымыз деп айтсақ болады. Өйткені концерттік маусым басталған кезде, 2027 жылға концерттік маусым басталған кезде біздер тек 1-2 концертті жоспарлай аламыз. Қалған жоспардың барлығы алдын ала құрылмайды. Мысалға шетелдегі достарымызға шығып, осындай бізде бір фестиваль болайын деп жатыр еді, байқау болайын деп жатыр еді, я болмаса концертім болайын деп жатыр еді, сен келе аласың ба десе, ол өзінің календарын ашып айтады, бізде ол кезде осындай жерде, мынандай жерде деп. А бізде ондай кішкене қалыптаспаған. Соны қалыптастыруға жұмыс жасап жатқан қазір көптеген адам бар. Бірақ оның өзіне де уақыт керек. Жаңағы айта кететін жайт, келген көрермен біріншіден 4 дауысты естісе, нақты менің көзқарасыммен жеткізілген затты қабылдаса, ол керемет болады. Өйткені мен бүгін студенттерге практикалық сабақ өткізіп жатып, хорда айтқанмын, сахнада тұрып келген 100 көрерменнің 10 шақтысы денесі тітіркеніп, сіздің айтқан әніңізден ләззат алып, кішкене болса да 3-ақ секундтық бір ләззаттық алатын болса, онда сіз өзіңіздің алдыңа қойған мақсатыңызға жеттіңіз. А егер ондай болмайтын болса, онда сіздің құныңыз 0 кәдімгідей. Енді менде осы сезім сіздердің колледжде осыдан 10 жыл бұрынғы табиғаттың құбылысы найзағайды орындаған кезде алғаш пайда болды. Ол шынайы адамдардың, әсіресе хордың өздерінің саусақтары мен жаңбырдың несін дыбыстаған кезде ерекше сезім берді. Енді осы дирижерлық қызметке, жалпы сіздің осы шығармашылық бағытыңызды таңдауға не себеп болды? Алғаш өнер жолын таңдауға әсер еткен факторлар. Кішкентай кезімнен өлең айттым, сахнада жүрдім. Ауылдық жерде табуретканы қойып мені өлең айтқызатын. Көбінесе нағашы жұртым қатты бағалайтын. Жиен келді деп жаңағы столдың үстіне мінгізіп қойып, маған өлең айтқызатын. Маған ол кезде ештеңе кедергі жасамайтын. Менің үстімдегі лас киім, далада ойнап жүрген, тер болған мер бол жоқ. Тұрғызса, мен өлең айт десем, өлең айта беретінмін.
өлеңнің сөзін білемін ба сөзін білмеймін ба мен қосыла беретінмін. Сол өлең айтуым менің мектепке барғанда үлкен маған рөлін атқарды. Өйткені мен сахнаның адамы болғандықтан барлығы маған класс жетекшіге дейін, класстастарыма дейін жақсы қарайтын. Үлкен сахналарда өнер көрсеткем кішкентай кезімнен. Соған 9 класты бітіретін кезде үйде енді талқылаймыз ғой, әкем бар, шешем бар. Қайда барады, әлде 10-11 оқи ма, жоқ, 11 оқымаймын, ентінің гүрілдеп тұрған жаңа кезеңі. Жоқ, мен 11 оқымаймын, мен колледжге барамын. Қай колледжге барасың? Әкем мұнайға бар дейді. Шешем айтады, жоқ, ол деген темір көтере алмайды, ол микрофоннан басқа ештеңе ұстай алмайды деген сияқты. Содан арман қуып Ақтөбеге келіп, біз ол кезде Алғада тұрамыз. Ақтөбеге келіп музыкалық колледжді көріп, альма-матер ғой енді. Ең бірінші ғимаратты көрген кезде мәссаған, мынау қандай үлкен деп ойлайтынбыз. Бірақ қазір қарасақ кішкентай екен, мықты кішкентай екен. Қалай оның ішіне біз сыйдық мен білмеймін. Сол жерге түстім оқуға, грантымды ұттым. Бірақ мен дирижер боламын деп келген жоқпын ол ғимаратқа. Мен әнші боламын деп келдім. Ал әншілік жолдан маған табу қойды. Өйткені менің жасым 14-те, 2003 жыл. Мен әлі 15-ге де толған жоқпын. Менде переходной возраст деп айтады, жаңағы дауыстың өзгеруі. Сол менде әлі дисконт болып қалған. Сол себептен маған вокал пәнінің мұғалімдері тыңдалым болған кезде айтты, сіз бізге кішкене жарамайсыз. Мені алдап жіберді негізі. Жарамайсыз. Сіз астыға түсе қойыңыз, дирижерлік бөліміне, о жақта да ән айтады деп. Бастапқы 2 ай мен ештеңе түсінген жоқпын. Мен үшін үлкен бір катастрофаның катастрофасы болды. Өйткені сольфеджио теория дейміз, гармония дейміз, фортепиано дейміз, дирижерлау, ЧХП дейміз, аранжировка дейміз, музыкалық жаңа әдебиет дейміз, барлық хор дейміз, барлығы жан-жақтан сені талап атқан кезде сен не істеріңді білмейсің. Бастапқы 2 айда қатты қорқыныш, мамандықты деген сүймеу, мамандыққа деген жек көріну, үйдегілерге хабарласып, мен кетейін, мен оқымаймын, мен оқи алмаймын. Бірақ каким-то образом бір мезетте, бір кезеңде мен өзімнің мамандығымда екенімді түсіндім. Маған дирижерлау ұнайды екен. Айнаның алдында тұрып дирижерлайды, барлық дирижерлар оны біледі. Класста дирижерлайды. Сол кезде маған ұнап кетті дирижерлау. Қолымнан 2-де 4 пен 3-де 4-те дирижерлай алмайтын сетканы мен көз алдымда, менің үлкен болашағым көз алдыма келді. Сол кезде біз камералық хордың концертіне баратынбыз. Сонда мен өзімнің жаманның сандырағы келеді дейді ғой. Өзімнің группаластарыма айтатынмын, көрде отырыңдар, мен осы хордың жетекшісі боламын деп айтатынмын. Сол кезде 15 жасар Мербол. 15 жасар Мербол концертке келеді. Концертте хор, өнер көрсетеді, мына театрда болатын концерт. Сол кезде мен айтатын, көрде отырыңдар, мен осы хордың жетекшісі боламын деп. Сол хордың жетекшісің қазір. Өзім армандаған. Арманыңыз орындалғанына өте қуаныштымын. Енді сіз колледжбен тәмамдаған жоқсыз. Одан бөлек білім іздеп консерваторияға бардыңыз. Қателеспесем, солай ғой, Алматы қаласында. Ол жақта қалай болды? Ол жақта барлығы керемет болды. Мен үшін жаңа белестер ашылды. Мен үшін өзімнің таңдаған мамандығыма деген қызығушылық одан сайын артты. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген енді қаймақтары деп айтсам кішкене бір артық болып кететін шығар. Енді өз мамандығының фанаттары шертіліп келгендер ғой, енді шындығы керек. Өйткені өзіміз Ақтөбенің өзінен 10 дирижер бітірдік, хор дирижері. Соның 6-ауы консерваторияға бардық, 6-ауымыз да түстік. Бірақ мына 18 орынға таласқан 32 студент Қазақстан бойынша керемет бір дода болды. Додада Ақтөбе бойынша ең үлкен көрсеткіш менде болды. Мен ол қуантты. Өйткені мен колледжден кетіп жатқанда бір өкпемен кетіп бара жатқанмын. Өзіміздің оқымағанымыздан байқамаймыз ғой, оны юношеский жаңағы максимализм дейміз. Мен сол кезде барлығын кінәлайтынмын, тек өзім кінәлі емеспін. Бірақ оқуыма түстім, Құдайға шүкір. Студенттік хор ұжымында өлең айтып, біздер қазіргі Крым
Аралы дейді ғой. Соның барлық қаласында болғанмын. Мирболдың жасы 19-да. Концертпен, студенттік хормен мен Түркияның Стамбулын көргенмін. Бұрынғы Византия дейміз ба. Студенттік хормен жүріп Италияны көргенмін, Венецияны, Езолидо, Қытайдың Гуанчжоу, Ханчжоу, Пекин, Шаосин деген қалалары. Ол мен үшін үлкен бір өзімнің мамандығымды мен тануыма, мамандығымды көруіме септігін тигізген сол консерватория болды. Өйткені колледжде бізді ешқайда шығармайтын. Әлі күнге дейін негізі солай. Мен студенттеріме 11-ші жылы келгенде ұсыныстар көп болды. Мені Атырауға да шақырды. 3 бөлмелі пәтер береміз деп шақырды. Алматыда магистратураға оқуға түс, сен болашақта жаңағы үлкен басшы боласың деген сияқты. Ол 4-ші курс оқып жүрген Мирбол Петр Ильич Чайковский атындағы колледждің хормейстері болып жұмыс жасаған, керемет айлық алған бай студент болған Мирбол. Содан бірақ Ақтөбе маған қызығырақ болды. Өз жерім, өз елім, өзімнің отбасым деген сияқты. Келдім, көрдім, ұттым деп қазір айта аламын. Енді мынандай сұрақ, алғашқы еңбек тәжірибеңізде қандай қиындықтар сіздің кәсіби принциптеріңізді өзгертті? Көп заттың бітішін шығарды ғой. Негізі алғаш осы Ақтөбеге келгенде максималист Мирбол келді. Әлі де максималистпін негізі мен. Мен әр заттан позитив көрем. Әр заттан тек қана жақсылық көрем. Артын ашып қарағанда о жерде уже жақсылықтың кішкене иісі де кетіп қалған деген сияқты. Мирбол келді, Мирболды жұмысқа алмады. Дәлелдеу керек болды ма? Өзімнің бітірген альма матерім, жаңа айтып кеттім ғой. Мен алған жоқ жұмысқа. Не істеу керек? Маған жақсы адамдар көмектесті. Жақсы адамдар мені гуманитарлық колледжге жұмысқа тұрғызды. Сол жақсы адамдарды әлі күнге дейін араласып тұрам, әлі күнге дейін хабарласып тұрам. Сол кездегі маған бір адамдардың сенімі қуантты. Мирбол жұмысқа орналасты, ауылдың балаларымен араласты. Нағыз ауылдың балалары. Мен ол кезде тіпті өзім білмейтінмін ауылдың балалары қандай болатын. Мана айттым ғой, бір мына менің максимализмді жоқ қылып жіберді. Менің самайымнан аққан тердің литрлеуін өлшеу керек еді ол кезде. Өйткені ол өте үлкен күрделі жұмыс болды. Өте үлкен күрделі. Әрине маған көп жерден көмектесті жан-жақтан, бірақ менің принциптарымды сындырды. Өйткені қандай принциптер? Менің оқып келгендегі жаңағы дирижерлаған кездегі көрсетілім деп айтамыз, я. Біздерде консерваторияда я болмаса музыкалық колледжде ол басқаша болса, менің жұмысқа тұрған жерім ол музыкалық білім беру. Ол барлығы былай үлкен сипатпен алыну керек болды. Ол бір нақты қадалған дирижер шықпайды. Ол студенттерден музыка пәнінің мұғалімі шығады. Ол баянды да меңгереді, домбыраны да меңгереді, хорды да айтады, сольфеджі да айтады, фортепиано да ойнайды. Барлығын бір мезетте, былай қараса, мен үшін универсальный солдаттар шығады. Сол кезде мен өзімнің пәніме деген қызығушылықты оятқым келсе, оны жан-жақтан тартады. Ол баян да ойнау керек, ол домбыра да ойнау керек, ол қобыз да ойнау керек, ол фортепиано да ойнау керек. Былай қарасаңыз, мен үшін олар универсальный солдат болды. Бірақ мен олардың жүрегінен орын таба білдім. Мен оларды хорға ғашық қылдырып қойдым. Енді сол балаларға тоқталайық. Сол сіздің алғаш ұжымыңыз. Ол балаларды мен де танитын сияқтымын. Соның ішінде кімдерді атап өтеміз және олар қайда қазір? Мен олардың барлығымен көрген кезде сәлем түзу, ең бастысы. Барлығын солармен бірге өстім ғой мен. Мен 88 жылғы болсам, олар 92 жылғы балдар болды. Арамыз 4-ақ жас. Ол жердегі енді жұлдыздардың бірі ол Медет. Медет қазір Сүйенбай атындағы Алматы облыстық филармониясының солисті, ерен еңбегі медалінің иегері.
өзімнің тамамдаған консерваторияға сол баланы желкелеп апарып мен оқуыма түсірткіздім. Ол балада талантты көрдіңіз ғой. Көрдім. Негізі бастапқы 2 жыл мені тыңдаған жоқ. Оның көзқарасы басқа жақта болды. Бірақ әйтеуір 3-ші жылы мен оны кәдімгідей консерваторияға итеріп апарып кіргізіп жібердім. Консерваторияны тамамдады. Өнертану ғылымының магистрі атанды. Магистратураны бітірді консерваторияда. Қазір білікті маман, МЦ тобының әншісі, Төрежанов Рахат, Ақтөбенің өзіміздің жергілікті жұлдызымыз. Қазір қаншама жаңа проекттерде жүрген жігіт. Қыздардан әрине араласып тұратындардың барлық әйтеуір өзінің өмірлік жолын тапты, жұмыстарын жасап жатыр. Бірақ ол дирижерға мына заманына сай жұмыс жасаған өте дұрыс. Өйткені мен тек қана студенттермен ғана қалған жоқпын ғой. Мен студенттермен және кәсіби ұжыммен бірге болдым. Мен студенттердің ішіндегі таланттыларын, өзіме жақындарын, дауыстарының кереметтерін, тембрларының жаңағы сыңғырлап тұрғандарын, жұмыс жасай алатын жүйрік аттарды кәсіби әншілердің арасына қостым. Мен олардың дұрыс сабақ оқымағанына қарамадым. Мен одан талант көрдім ба, мен оны өзім сүйреп жүрдім өзіммен бірге. Мен атап айтатын болсам, мен студенттерім Құдайға шүкір көп. Егер мына 2011 жылдан бастап бітіргендердің барлығын есептейтін болсақ, 300-ге жуық студент шығарған шығармын. Оған қазір өңірлік университетіміз қосылды мысалға. Студенттермен жұмыс жасағанда ең бір ұстанатын принципім ол қаталдылық. Олсыз болмайды. Қатаң болмасаң сені басып кетеді. Шындық керек. Өйткені қазір заман басқа, бұрындағы біздер студент кез басқа. Мен студенттерімді жамандамаймын мүлдем. Мен үшін студенттердің барлығы алтын, барлығы керемет. Өйткені сол студенттердің сол мамандыққа оқып атқаннан менің де жұмысым жүріп жатыр. Әрине студенттің түр-түрі бар. Сенің қаталдылығыңа көнетіндер бар, көнбейтіндер бар, мінез көрсететіндер бар. Бірақ соның өзінде де солармен жұмыс жасап жатырмын. Оларға ұнайды қор. Керемет жаңалықтармен бүгін таңертең бөлістім студенттермен. 9 май күні осы қалада үлкен бір концерт болады. Сол бір жұлдыздың концерті болады. Сол жұлдыздың өзімнің рахатым арқылы, сол жұлдыздың концертінде студенттермен өнер көрсету, ол студенттерге кәдімгідей үлкен бір мотивация береді. Біз Алматыда емес, біз Астанада емес, біздерге үлкен бір күнделікті сұраныс туындап жатқан жоқ. Камералық хорға, қазақ камералық хорына ол сұраныс, ол бөлек, ол кәсіби деңгейдегі бөлек, ол қай әлемдік деңгейдегі қандай дирижер келсе де, қандай оркестр келсе де, хор бір күннің ішінде барлығын жаттап шығарып береді, өйткені олардың деңгейі. Ал студенттерге ол кішкене қиындық тудырады әрине. Және ол студенттерге ол жұлдызбен өнер көрсету, ол үлкен бір жетістік, өйткені ол қазіргі заманның тренді, хиті. Түсініп тұрсыз ба? Оларға қазір мысалға соның репертуарын айтсаң, олар оны жатқа айтады. Олар сенің мүмкін жаңағы композиторлардың шығармаларын дұрыс білмегенмен, олар қазіргі заманның лебі ғой, олардың шығармаларын біледі. Сол себептен көптеген принциптерімді жоққа шығарды, көптеген принциптерімді мен артқа алдым. Бірақ уақыт өте келе сол принциптерді қайтып алып келеді екенсің. Өйткені қалыптастыру кезінде үлкен бір жұмыс жүреді. Сіздің әңгімеңізде айтып кеттіңіз. Біз өңірміз. Мегаполистерде мүлдем басқаша. Өйткені ол жақта өнерді түсінеді, қолдайды. Жоқ, мен олай айтқан жоқпын. О жақта сұраныс бөлек дедім. Сұраныс бөлек. Бізді де қолдайды. Шүкір. Мен 2011 жылы келіп алғашқы концерт бергенде қыркүйектің 17-сі күні біз камералық хорда 36 адам тұрсақ, көрермен залында 37 адам отырған. Туыстарыңыз, таныстарыңыз? Оның ішінде бір таныс жоқ, бір туыс жоқ, көшеден алып келген адамдар отырған. Сол кезде мен негізі өмірде есепке өте жақын адаммын. Мен тез есептеймін. Неліктен? Өйткені шешем менің математик. Мен есепті жақсы білем. Мен сол кезде айтатынмын, неге біздің бір тумамыз залда жоқ? Сол кезде мен үшін үлкен бір ой тудырды.
неліктен хордың концертіне адам келмейді? 2011 жыл 17 қыркүйек сағат 16:00. Біз 16:15 сахнаға шығамыз, фанфар ойнайды. 380-дік зал, 37 адам. Қалай оны санамайсың сен өлең айтып тұрып? Сен 1 сағат 45 минуттық бағдарламаны дайындайсың, сен терлейсің, айтасың, сен тыңдап отырған тек 37 адам. Ол деген парадокс. Ол үлкен парадокс. Сол уақытта ешқандай маркетингтің жоқтығы. Мүлдем. Тіпті мен айтар едім, хордағы жұмыс жасаған әртістер өзінің мамандығын сүйген жоқ сол кезде. Өйткені мен сол концерт біткеннен кейін марқұм Есен Даутович маған айтқан, сен бала концерт беруге жеке өзің дайындал деп, хармейстер ретінде. Я дедім, мен қашпаймын дедім. Февральға қойдық концертті 2012 жылдың басына. Сол кезде мен айтқам, мен залды толтырам. Қалай да залды толтырам. Шүкір, залда 40% менің тумаларым болды. 40%. Қалған 60% не маған хордың әртістері көмектесті, әріптестерім көмектесті. Бүкіл колледж болып келді. Өйткені ол хор өнер үшін мен қазір бір өзімді мақтап отырған адам сияқтымын, не? Жоқ, енді мойындау керек енді болған затты. Сол кезде ол кездегі бағдарламаны құрудағы менің ұтымдылығым, мен жеңіл шығармалар алдым. Жеңіл шығармамен халықты тарту процесіне кірістім. Зал толық болды. Өмірде болмаған жағдай болды. Жұрттар билетті алдын ала сатып алды. Барлығы келді. Гүлмен Мерболды сахнада көмді. Қошеметті есептемегенде. Ол кездегі жаңағы кейбір ғана видеолар бар. Ол кездегі Мербол деген жасыл әлі. Піспеген, қуырылмаған, өмірге шынықпаған, жас. Әлі көзінде жаңағы сары очки бар, көзілдіргі. Сондай бір кезеңдер болды. Сол кезде мен хорымның әртістеріне айтқамын, сен мамандығыңды сүймесең көрерменің болмайды. Мен айтқамын, мен сол кезде үйленбеген адамын. Менің ол кезде әкем мен шешем Алғада тұратын. Олар келе алмады концертке. А сендердің әйелдерің қайда? Күйеулерің қайда? Тумаларың қайда? Осы Ақтөбедегі. Неге олар отырмайды мына залда көрермен болып? Өзімізден бастайық дейсің. Бір әртістің артында бір көрермені болмаса, ол әртіс. Манағы мен айтқан 0 ғой. 0. Енді ол кез 2012 жыл болды. Қазір 2026. Қазір 2026. Зал мүлдем басқа. Зал мүлдем басқа, бірақ адамдардың көзқарасы баяғыдай. Әлі де біз мысалға қалай айтсам екен, әлі де маркетингпен жұмысты біз дұрыстай алмай жатырмыз. Дұрыстай. Әр ұжым өздігінше Инстаграмын жүргізеді, Ютубты жүргізеді, ТикТокты жүргізеді. Кейбір сенің шығармаларың жарып кетеді. Мысалға алғаш рет үлкен сапарға шығып, аэропортта өлең айтып, ұшып кетіп, Инчонға келіп, Гимпоның аэропортына барып, ол кезде 2023 жыл ғой, интернет Кореяда дамып кеткен. Сенен парольді сұрамайды, ештеңе сұрамайды, тек кіріп кете береді. Бір Wi-Fi-дан шығып, екінші. Сол кезде келгенде TikTokқа салып жіберген видеомыз уже 300 мыңнан астам просмотр жинаған. Біз өзіміз таңғалдық. Одан біз ол ситуацияны кішкене елдейміз біз ғой, фестивальға кеттік, концертімізге қайтып келе жатқанда біз түсіндік біздің жұлдыз екеніміз. Өйткені Тенгри Ньюсқа дейін барлығы шығарып қойған. Қазақстан бойынша шулап жатыр. Иә, Қазақстан бойынша шулап жатыр, бірақ біз Кореяда жүрміз. Енді біздің концертіміз туралы афишаны саламыз. Біз келгеннен кейін Алматыда концерт береміз. Біз көрерменді толық филармонияға жинап алдық. Барлығы TikToktан көріп келіп отыр. Танымайсыздар мүлдем. Біз танымаймыз. Мана айтқандай тума-туыс емес. Тума-туыс емес, ол Алматының халқы. Алматының халқы келіп отыр. Жастар келіп отыр. Әрине ол жерде хор ұжымдары да бар. Олар да келіп отыр бізді көруге. Ол бір үлкен ұжымның қалыптасуына жалғыз мен емес, қаншама адам жұмыс жасады.
қаншама басшы жұмыс жасады, өңірдің қаншалықты қолдауы болды. Егер бізді ешкім қолдамаса, біз ондай белестерге жетпес едік. Мен келгенде мен тағы да айтамын, мен келіп ештеңе қопарған жоқпын. Мен жұмыс жасау, алгоритм, действие, движениені дұрыстаған сияқтымын. Әлі күнге дейін өзімде сұрақ бар: мен дұрыс жолмен келе жатырмын ба? Мен дұрыс жолға алып келе жатырмын ба? Әлі де мен басшы ретінде дұрыс жолмен алып келе жатырмын ба? Өйткені мен келгенде ең алыс Қазақстанның әрине бүкіл қалаларында өнер көрсеткен ұжым, ең алыс басқа шетел деген ол Орынбор қаласы болған. Қазір қазақ камералық хорының тарихында Қазақстаннан бөлек 7 мемлекет бар. Ол көрші Ресей, Ресейдің Алматы, Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Оренбург қалаларындағы жеке өткен концерттер, фестивальдар қаншама қатысқан. Украина мемлекетінде Киев, Одесса, Әзірбайжанның Баку, Ганджа, оңтүстік Кореяның Сеул, Инчхон, Гимпо, Чеджу аралдары, Согюпо, Пусан қалалары жеке берген концерттері. Одан бөлек Польшаның Варшавасы, Польшаның Варшавасы, одан бөлек Индияның 7-8 қаласы, Түркияның 7-8 қаласы. Бұл біздің қазіргі таңдағы географиямыз. Бірақ бұл география жетістік деп ойламаймын мен. Бұл география, бұл қазіргі таңдағы біздің тәй-тәй басып келе жатқан сәбиіміз әлі. Біздің әлі де көрмеген сахналарымыз өте көп. Егер мені бір басшылар, біреулер көріп отырса, мен тағы да қайталап айтқым келеді: мәдениет ол ешқашанда ақша табатын орта емес. Мәдениетке ақшаны құю керек. Креативті хабты, креативті индустрияны бағыттағанның өзінде де сен бірінші жақсылап тұрып ақшаны құясың, сосын ол уақыт өте келе саған сол ақшаны дивиденд қылып қайтарады. Енді оның кері әсері қандай болады? Енді сіздер шетел көріп келдіңіздер, көршілес мемлекеттерге бардыңыздар. Біздің облыстағы аудан, ауылдарды толық аралап шықтыңыздар ма? Биыл келесі жыл 2027 жыл ғой, Ғазиза Жұбанованың 100 жылдығы. Ал осыдан 5 жыл бұрын 2012 жыл Мерболдың арманы 95 концерт. Ғазиза Ахметованың 95 жылдығына арналған. Мен сол кезде қақпаған есігім қалған жоқ. Осы қаладағы барлық мектептер, аудандар концертпен барып тегін концерттер бердік. Бірақ мен мына жайтты айтқым келеді: кейбір аудандар мүлдем контактке бармайды. Мүлдем. Оларға сенің келгеніңнен келмегенің артық. Өйткені олар ойлайды, біз баратын болсақ, олар бірдеме бізге қарыз. Солай ойлайды. Олар мал сою керек деп ойлайды, сахнаны беру керек деп ойлайды, біздің қалтамызға бірдеме салу керек деп ойлайды. Ол баяғы стереотип. Біздер қазір Құдайға шүкір мемлекеттің қарамағындамыз. Біздерді облыс қаржыландырады. Облыс біздің бүкіл қаражатымызды беріп отыр. Біздер барып концерт беру. Тіпті бүкіл жерге хатта жаздық. Бізді тіпті аудан емес, қаланың ішіндегі мектептерде кіргізбеген. Парадокс неде? 10 жыл бұрын. 5 жыл бұрын, 4 жыл бұрын. Енді келесі жылы бізде Ғазиза Ахметованың 100 жылдығы. Мен әр кез айтам, өзімнің әртістеріме де айтам, және де әріптестеріме де айтам. Біз облыстың қажеттілігіне туындаған ұжымбыз. Біз осы облысты қамтуымыз керек, осы ауданды қамтуымыз керек. Осы жерде мен барлық басшыларға айтқым келеді: мәдениет саласында отырған біздерді шақырыңыздар. Бізге ештеңе керек емес. Бізді шақырыңыздар, біз сіздерге барамыз өзіміз. Өзіміз барамыз, өзіміз концерт береміз. Тіпті мен сізге айтайын, менің жаңа көпті көрген жоқпын негізі, бірақ барып жүрген жерлерімнің барлығында мен өзімнің әртістеріме айтам: біз мемлекетті қалыптастыратын, имиджді алып жүрген ұжымбыз. Біз фестивальға келеміз, 7 мемлекеттен келеді, біз Қазақстанбыз. Біз Ақтөбе емеспіз, біз
бізге плюс. Плюс қай жағынан? Бал алу емес, орын алу емес, ол біздің адами тұрғыдағы. Бірде бір, міне мен сізге қазір міне үлкен экраннан айта аламын. Бірде бір біздің көрсеткен сахнамызда гримеркаларымызды лас тастаған емеспіз. Біз өзіміздің артымызды жинап, барлығын орнына қойып, мусорымызды өзімізбен де алып кететін. Ол жерде мербол келді деп айтпайды ғой. Қазақтар келді деп айтады. Қазақтар келді деп айтады. Жоқ, бұл принципті біз тек қана шетелде қолданбаймыз. Бұл принципті біз өзіміздің тіпті ауданда бүкіл жерде қолданамыз. Мектепке барғанда да қолданамыз. Өйткені біз қазақ камералық хорымыз. Біз руханиятты өзімізге жүктеп жүрген ұжымбыз. Енді былай келейік. Енді сіз 15 жылға жуық осы ұжыммен жұмыс істеп келе жатсыз. Сол үлкен концерттерде бір қызық оқиғалар болды ма? Әлі күнге дейін күліп еске алатын. Әрине ондайлар болады, неге болмайды ол. Мүмкін көріп отқан әріптестеріңіз, білетіндер. Соңғы концертте мына біздер Алматыда 20 емес 6 сәуір күні Алматыда Қазақтың филармониясы Жамбыл атындағы, біз сол жақта концерт бердік. Жұбанов жаққан жұлдыздар 120 жылдық. Жұбановтың 120 жылдығы биыл. Сонда біз соны бастадық. Менің негізі подтяжкам болған. Өзімнің костюмның ішінен киетін подтяжкамды. Бірақ мен подтяжкамды Астанадағы гастрольде жоғалтып алдым. А енді сахнаға шығу керек. Менің шалбарым кішкене төмен түсіп кететін бір әдеті бар. Өйткені подтяжка жоқ қой. Мен өзімнің әріптесімнің белдігін аламын, белдігін тағып аламын. Өзім күлем. Және мына хорда енді өзіңіз білесіз ғой, менің сол жағымда сопрано мен тенор тұрады, оң жағымда альт пен бас баритон тұрады. Құдайдың бір қарасқаны. Мен поклон жасаймын 7-ші шығармада, рояльдың қасына барып сүртініп атқан кезде ремень үзіліп кетеді ғой. Мен тек ұстап үлгердім. Ременьді мен ұстап үлгердім. Енді мені шапалақтап қайттан шақырып жатыр да көрермен, а менің ременім үзіліп кетті. Ремень түсейін деп тұр. Мен жайлап бүйтіп ременьді суырып алып, тек концертмейстердің қасына қойдым. Дым болмағандай бұрылып, поклонымды жасадым. Мен үшін, және мына шеттегі тұрған альттар мен баритондар оны көреді ғой, енді көреді. Олар күлді, мен де күлдім. Мен үшін бір өмірімде болмаған жайт болды. Енді 15 жылдағы алғашқы форс-мажор болды. Мен сол кезде өзіме сұрақ қойдым. Ай, Мәке, сен деген өте жаңағы күннен күнге ісіп бара жатсың дегенде өзіме бір сигнал келді. Қызықты жағдайлар өте көп болады. Мысалға біздер мына Қаратоғайда концерт бердік. Әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Сол кішкентай зал, Қаратоғайдың мәдениет үйі, мәдениет әлде клуб, кішкентай ғана. Бір көп десе бір 7 метр шығар ұзындығы. Былай ені, а былай ұзын, кітапхананың ішінде. Біз келдік концерт беруге. Киініп алдық. Енді өзіңіз көз алдыңыз келсеңіз, 7 метрлік жерде 38 әртіс тұр. Былай ұзындығы әрине бір 20 бар шығар. Бірақ сахнасы кішкентай. Сол жерде біз өнер көрсетейін деп тұрмыз. Соған ең бірінші орындаған шығармамыз Мыңжасар Маңғытаев Қырмандағы айтыс. Ең бірінші шығарма яркий болу керек. Не үшін? Өйткені репетициядан кейін, киінуге дейін және кішкене демалыс орында сенің даусың отырып қалады. Өлең айтып келе жатқан дауыс режим қайттан сөздікке кетіп қалады. Сол себептен ең бірінші шығарма яркий, высокий, тесситурный болу керек та. Кішкене дауысты оятып алу үшін. Соған деп енді 38 адамның дауысын білесіз ғой енді. Хей дейсен сайын хей деп. Сол кезде дәл артымызда отырған бір үлкен кісі деген күшті бір сөз айтты да. Біз оны бүкіл хормен естідік. Паузада. Одан кейін біздер деген күліп жібердік.
и бізде хор кішкене былай кетті. Қандай сөз? Өзіңіз айтып, өзіңіз күліп отырсыз ғой, бәріміз бірге күлейік. Жоқ, ол сөзді эфирде айтуға болмайды әрине, бірақ ол күнделікті өмірде пайдаланатын сөзіміз. Ол кісінің эмоциясы ма сонда сіздерге таңғалып жатқан? Иә, ана ойпырмай дегендей болады ғой, бірақ ол басқаша түрде болды да. Шынайы жанды дауыста орындалғанды естіп. Иә, ол енді мен сізге айтып тұрмын ғой, ол деген фактурный шығарма да, фактурный. Сопрано сразу екінші октава лядан бір шығатшы. Фактурный шығарма. И ол соны деген кәдімгі фортыға берген кезде ше, ана кісі кәдімгідей енді шошып кеткен ғой, енді дәл біздің қасымызда отыр да, қасымызда. Сол себептен кішкене бір сондай үлкен бір күлкі болған. Ондай ситуациялар сахнада болып тұрады. Кейде кейбір әртістер басқа ұжымдарда құлап та кетіп жатады сахнада. Сол себептен әртістік өмірде негізі бірталай зат болады. Енді мана аудандарға шығу туралы айттың ба, қалай ойлайсыз? Біздің халық енді қалауда өзі іздеп келеді. Сол ауылдағы халық осындай шынайы өнерге шөлдеп қалды ма қазір? Қажет пе? Жиі бару керек пе? Өйткені әлеуметтік желі бар, телевизор бар, тағы берілгеннен бір бөлек шынайы жаңа өзіңіз айтқандай орындаған кезде адамның эмоцияға беріледі да, бір мимолетный бір шағын ғана уақытта бір ләззатын алады. Өнердің, осы музыканың деген секілді, хордың. Біздің репертуар 800-ден астам шығармадан тұрады. Сол 800-ден астам шығарманың ішінде өзіміздің композиторлар, өзіміздің қазақтың қара балаларының шығармалары өте көп. Өзіміздің атақты композиторларының шығармалары бар. Біздің репертуар әрбір жерде жинақы орындалады. Хорға тек сахна болса болды. Бізге тіпті кейде свет те керек емес, кейде бізге ешқандай аппаратура да керек емес, бізге микрофон да керек емес. Бізге тек сахна керек. Болды. Басқа ештеңе керек емес. Костюмымыз өзімізде, автобусымыз өзімізде, дауысымыз өзімізбен бірге, бізге тек қана сахна керек. Шақырған жерден бірде-бір басшы айта алмайды. Біз Мерболды шақырдық, біз қазақ камералық хорын шақырдық, бірақ олар келген жоқ деп ешкім айта алмайды. Баруға дайынсыздар? Біз дайынбыз. Бізге тек сұраныс келсе болды. Жақсы. Енді былай, өзіңіз енді соңғы 15 жылда кәсіби тұрғыда осы дирижерлік қызмет, жетекшілік қызмет атқарып келе жатсыз. Одан бөлек студенттер тәрбиелеп жатсыз. Қазір біздің қоғамда баласын әнші болған қалайтын әлі ата-аналар бар. Соларға қандай кеңес берер едіңіз? Өйткені қарапайым ғана той томалақта ән айтқаннан бөлек кәсіби тұрғыда білім алған, ол мүлдем басқаша. Осыған қатысты пікіріңіз? Көп жағдайда бізде әлі мынандай зат әлі келе жатыр. 11-ші класс бітіргеннен кейін ең жеңіл мамандық музыка, музыкант болу, мұғалім болу деп ысырып тастайды. Мен айтар едім, кішкентай кезден бастап баланы неше түрлі ұйымдарға беру керек. Баланың потенциалын көруге. Өйткені бала микрофонды ұстап деп жүргені, мынау әнші болады деу ол дұрыс емес. Қазірде біз студенттердің арасында кездестіреміз, кейбір балдардың бұл мамандыққа сүймей келгені. Мен әр кез айтам, сен мамандықты сүйсең, сен сол мамандықтың ащысына да, тұщысына да, ләззатына да бөленесің. Өйткені ештеңе бұл өмірде саған тегін сыйлық ретінде келмейді. Дипломның өзін алу үшін қаншама еңбек ету керек. Өзіңді аямау керексің. Өзіңді сабау керексің. Өзіңе сен кәдімгідей подгоняйды жақсы беру керексің. Сен мен неге таңертең сағат 6-да тұрам? Мысалға. Өйткені мен өмірге құштармын. Мен бір күнім, менің ұстазым айтатын, әлі де айтады, каждый день это дается нам шанс, чтобы улучшить ее еще лучше, что был вчера. Әр күн бізге мүмкіндік. Мен студенттеріме айтам, күнде таңертең ерте тұрып, бір зат істеңіздер. Бір зат. Өзіңді тұрғыз және жүр.
болды. Сен жүргеннің арқасында, отырғанның арқасында, оқығанның арқасында ертең саған барлығы жеңіл келеді. Болды. Сен уақытында сабаққа келсең, уақытында тапсырманы орындасаң, өзіңді аямай қалып дайындалсаң, аспапта отырсаң, аспапқа сіз емес сен деп айтуды үйренсең, сен жеңесің. Тек қана жеңесің. Сен және алдыда озаттардың қатарында боласың. А бізде ата-аналар көбінесе ойлайды, бұл ең жеңіл мамандық. Ничего подобного. Бұл ең қиын мамандық. Ең қиын. Өзіңді сабап жүру керексің. Мен қаншама қошемет естідім осы өмірде. Маған әлі де естимін. Қазір маған 8 мемлекеттің көрермені шапалақ ұрды. 8 мемлекеттің көрермені мені мақтады, менің ұжымымды мақтады, менің дирижерлығымды мақтады, менің репертуарымды мақтады. Бірақ мен үйге барып диванға жатып алып, болды, мен дегеніме жеттім, сау бол деген жоқпын ғой. Мен күнде таңертең ерте тұрып, кітаптың бетін тағы бір ақтарып, алдыға мақсат қойып, соған жетіп жүрген адаммын. Дәл солай жасау керек. Ата-аналар кішкентай кезден бастап балдарды музыкалық мектепке беру керек. Егер баланың бойынан бір музыкалық қабілет байқадыңыз ба, баланы музыкалық мектепке беру керек. Бала 9 класс бітірген кезде музыкалық мектепті де бітіріп келсе, міне, болашақта тіпті музыкант болмай кетсін ол бала. Бірақ критическое мышление, восприятие общества, восприятие музыки будет совсем другое. Мына жер басқа болады. Ол бала ертең техникалық мамандыққа барса да, көшеден афиша көріп, мына концертке мен баруым керек, мына симфониялық оркестрді мен тыңдауым керек, мына хордың концертіне мен баруым керек деп ол бала айтады. Көбі тек қана ойлайды, жеңіл жерде балам жүрсін. Жеңіл жерде. Біздер қаншама қиындықты көреміз. Біреулер айтуы мүмкін, ой, әртістер не қиындық көреді деп, салқын залда өнер көрсету, свет жоқ жерде өнер көрсету, салқын автобуста жүру. Санкт-Петербургке 2016 жылы 58 сағат жүріп барды автобуспен. Біреулер ойлайды, ол жеңіл ештеңесі жоқ. Арқалап жүргенің костюмың, арқалап жүрген папкың, күнделікті жұмысың, 4 сағаттық ән айтудың өзі де адамның мына желбезегіне, связкасіне үлкен нагрузка тудырады. Жақсы, түсінікті. Осымен бүгінгі біздің телеподкастымыз да соңына келді. Енді сізге тек шығармашылық табыс тілейміз. Артыңыздан ерген шәкірттеріңіз ұстазынан ассын деп тілейміз. Өйткені біздің өңірде сіз секілді мамандар қажет, және сізден тәлім-тәрбие алған шәкірттеріңіз сізден асып түсу керек деп ойлаймыз. Сондықтан тек ұжымға шығармашылық табыс, көптеген шабыт тілейміз. Енді құрметті көрермен, осымен телеподкастымыз аяқталды. Көріскенше күн жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау болыңыздар.